Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен менің сүйікті торттарымның бірі тирамису торттың рецептісімен бөлісемін. Өте оңай әрі өте дәмді торттардың бірі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, маған қолдау білдіреміз. Бірге жасайық. Ең алдымен біз кофе дайындаламыз. Ол үшін бізге қайнаған су, кофе 2 шай қасық және 2 шай қасық бізге қант қажет болады. Қайнаған суымызға кофемізді саламыз. Оның үстінен қантымызды салып, қант пен кофе ерігенше жақсылап араластырамыз және суытуға жібереміз. Бізде осындай пайда болды. Кофеміз суы қажет. Келесі кезекте біз кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, қант және сливки, 33-35% сливки және маскарпоне қажет болады. Ең алдымен творожный сырды миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Көп араластыруға болмайды. Осылай біркелкі қалыпқа келгенше ғана араластырамыз. Творожный сырды араластырып болғаннан кейін үстінен маскарпонемізді салып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. 2 масса бізде бір қалыпқа келгенше. Және үстінен қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Барлық заттардың өлшемі видеоның астында описание жазылып тұр. Менде қант ұнтағы жетпей қалғандықтан қант екеуін араластырып, қант пен сахарный пудра араластырдым. Қантты салғаннан кейін жақсылап араластырдық және оның үстінен 33-35% сливкиімізді салып, миксердің бірінші жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Көп араластырмаймыз, себебі өз қалпын жоғалту мүмкін. Міне бізде аз уақыт араластырғанда осындай масса пайда болады. Қарап отырсаңыздар, өте керемет креміміз де пайда болды. Жылтыр, әдемі, түйіршіксіз, өте дәмді. Біздің креміміз дайын болды. Плотный, өте әдемі крем дайын болады. Келесі кезекте дүкеннен сатып аламыз осындай тирамисуға арналған печенье. Оны қолдан жасасаңыздар да болады. Мен дүкеннен алдым. Міне осындай печенье болады. Сіздерге ашып көрсетейін. Қарап отырсаңыздар, өте нәзік, қытырлақ печенье. Бұны кофеге батырғанда тез жұмсақ печенье дайын болады. Келесі кезекте біз 22 сантиметрлік форма және жаңағы суыған кофеміз және печеньелеріміз және крем. Осылардың барлығы дайын болғаннан кейін тортымызды жинауға кірісеміз. 22 сантиметр форма менде. Міне печеньемізді кофеге тез-тез осылай батырып, тез жұмсарып қалады. Сол үшін тез-тез батырып, форманың ішіне орналастырамыз. Өте оңай торттардың бірі, пешті қажет етпейді. Егер де сіздер печеньесін пісіргілеріңіз келсе, өз қалауларыңызша, мен қиналғым келген жоқ, шыны керек, печеньелерді дүкеннен сатып ала салдым. Осы печеньелерді сіздер өз қолдарыңыздан пісірсеңіздер де болады. Міне барлық печеньелерді кофеге батырып, осылай біркелкі етіп қойып шығамыз. Кофеге салғаннан кейін печенье тез жібіп кетеді, сол үшін тез-тез әрекет жасау керек.
Мен бұл тортты екінші рет жасап тұрмын. Осыдан қателеспесем 5 жыл алдын пісіріппін мен осы тортты. 2020 жылы пісіргем, получается, енді 5 жылдан кейін осы тортты жасап тұрмын. 5 жыл алдын осы торттан мастер-класс өткем. Сол кезде жасап көргем, содан кейін екінші рет жасап тұрмын. Келесі кезекте біз печеньелердің барлығын салып шықтық. Енді кремді жағып шығамыз. Қарап отырсаңыздар, креміміз өте плотный. Керемет болып жағылады. Кішкене қиындау болады жаққан енді. Қарап отырсаңыздар, печеньенің беттері алынып кетіп жатыр. Сол үшін жақсылап тез-тез әрекет жасап жағу керек. Бірінші слой кетті бізде. Бірінші слой бітті. Енді келесі кезекте екінші слой. Мен бұл тортта 3 слой печенье саламын. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Қанша слой жасағыларыңыз биік қылып жасасаңыздар, жасағыларыңыз келсе 4-5 слой жасасаңыздар да болады. Ол кезде осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, егерде 2 есесін жасауға тура келеді. Печенье, крем менде осы рецептегі осы 3 слойға ғана жетеді. Үйге аяқ асты қонақ келетін болса, осы тортты тез-тез жасап ұсынсаңыздар, өте керемет торттардың бірі. Дәмі де ерекше, кез келген қонақтардың көңілінен шығады және оңай тез дайындалады. Міне біз соңғы слойларды қойып шығып жатырмыз. Крем жағамыз. Кремнің барлығын жақпаймыз, кішкенесін алып қаламыз. Ол бетіне оформлениеге қажет болады бізге. Міне біздің тортымыз дайын болуына жақын қалды. Соңғы штрихтарды жасап жатырмыз. Келесі кезекте торттың оформлениесіне кірісеміз. Жаңағы қалған печеньелердің астын осылай кесіп, бірдей етіп кесіп шығамыз. Бұл бізге тортымызды әрлеуге, яғни оформление жасауға қажет болады. Осылай барлық печеньелердің астын қажет печеньелердің санына қарай осылай астынан кесіп шығамыз. Бірдей болу қажет. Сол кезде торттың оформлениесі өте керемет, әдемі болып шығады. Міне жаңа кесіп алған печеньелерімізді осылай тұрғызып шығамыз жанына. Жанына крем жағамыз. Сол кезде осылай печеньелер жабысып қалады. Өздеріңізге де ыңғайлы болады. Кесіп шыққан печеньелердің барлығын осылай бір тегіс етіп қатарынан қойып шығамыз. Тирамису тортының ерекшелігі осы оформлениесінде өте керемет болып шығады. Қарап отырсаңыздар, ерекше, необычный оформление. Міне бізде қарап отырсаңыздар өте керемет болып шықты. Жаңағы кремнен қалған кішкене крем алып қаламыз деп айттым ғой сіздерге. Сол кремді осылай бетіме оформление жасаймыз. Осылай дөңгелек. Менде насадка, вупипайдың насадкасы. Сол насадкамен осылай кішкене дөңгелек шариктар жасап мен оформление жасадым.
Торттың оформлениесі әркімнің өз қалауларынша, сіздерге қалай ыңғайлы, солай оформление жасасаңыздар болады. Әртүрлі жеміс-жидектермен, немесе печеньелермен, немесе мен сияқты осылай креммен только оформление жасасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызша. Міне біздің тортымыз дайын болды. Ең соңында осылай какаоны бетіне сеуіп шықтым. Бізде одан сайын әдемі болып шығады. Какаоны сеуіп шығамыз осылай. Тортымыз дайын болды. Және осылай бабочка ретінде байлап шығамын. Ол тирамисудың ең соңғы штрихтары. Міне бізде тортымыз дайын болды. Осылай лентаны алып бабочка байлап шығамыз. Міне біздің тирамису тортымыз дайын болды. Осындай ерекше оформлениесімен, ерекше дәмімен кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай рецепттердің бірі. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазамыз. Менің каналымда пайдалы ақпараттар, пайдалы рецепттер өте көп. Сол үшін видеомды көріп жүріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.